Шоқан Уәлиханов атындағы Жамбыл облыстық әмбебап ғылыми кітапханасы Қазақстан Республикасының өнер мен мәдениет одақтарының мүшесі, суретші, режиссер, сценарист және профессор Әмен Әбжанұлы Қайдаровтың туғанына 100 жыл толуына орай қазақ анимациясының атасы атты бейнехрониканы онлайн оқырмандар назарына ұсынады. Қазақ анимациясының өнерін тарихымызға енгізген Әмен Әбжанұлы шығармашылығын график, карикатурашы, суретші, кескіндемеші, әйгілі тұлғалар портреттерін жасаушы, миниатюра, пейзаждар мен Әмен ағамыздың қазақ еліне қатысты мультипликациялық фильмдері Қожанасыр құрылышы, Қарлығаштың құйрығы неге айыр, Ақсақ құлан, Қырық өтірік, Құйыршық, Жанар, Күн сәулесінен пайда болған күшік, Аңғару, Күн шағылысы, Даналық пен байлық, Лаула, тағы басқа да кәсіби шеберлікпен салынған баянды еңбегі. Сондай-ақ ағамыздың Қарлығаштың құйрығы неге айыр атты алғашқы отандық анимациялық фильмі адам өміріне ең қажетті мейірімділікті ұрпақтарымызға аманат етіп кеткендей, қазақ мәдениетін байыта түскен туындылардың бірі.